Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап пилоттық жоба аясында 17 жастағы бозбалаларды әскери есепке қою автоматты түрде жүргізіледі, деп хабарлайды бақ.кз. Қорғаныс министрлігі баспасөз қызметіне сілтеме жасап, ведомствоның бастамасымен премьер-министр, мүдделі мемлекеттік органдар, Астана, республикалық маңызы бар қалалар мен облыстардың әкімдігі қолдаған. Оны іске асыру мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін модификациялау мен ықпалдастырудың арқасында мүмкін болды. Бұл елдегі 16-60 жас аралығындағы азаматтарды әскери есепке алудың толық қамтылып жүргізілуіне мүмкіндік берді. Қолданыстағы заңға сәйкес, жыл сайын 17 жасқа толатын ер азаматтарды тіркеу жүргізіледі. Мұндай процедура әскери қызметке жарамдылық деңгейін анықтай алады.